Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қыста ішетін шиенің компотын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар шие, крышка, банка, ыстық су және де қант. Ең бірінші біз шиені банкамыздың ішіне салып аламыз. Достар, ескерте кететін жай, шиеде банкада іші тап-таза болу керек, жақсы жуылған болу керек. Мен шиесін мол қылып саламын. Сонда түсі қанық, дәмді, қою болып шығады. Енді біз оның үстіне қайнаған су қосып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Достар, 5 минут өтті. Енді біз оның қақпағын ашып, ішіндегі ыстық суын төгіп аламыз. Достар, суын төгіп алдым. Енді біз оның үстіне қант қосамыз. Егер де сіздер 2 литрлік банкаға істеп атсаңыздар, онда 200 грамм қосасыздар, ал 3 литрлікке істеп атсаңыздар, 300 грамм қант қосасыздар. Енді біз оның үстіне қайнап тұрған су қосамыз. Толтырып құямыз. Енді біз оның қақпағын жабамыз. Мінекей бар осақ. Мінекей достар, бәрін жауып алдық, және де үстіп төңкеріп қойдық. Ертең қайтан керісінше төңкеріп қойсаңыздар да болады. Біздің үйде шиенің компотын бәрі жақсы көреді, және де келген қонақтарымыз да ерекше бағалайды. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Достар, менің арнамда неше түрлі торттардың, пирогтардың, сусындардың рецептері бар. Кіріп қарап көрсеңіздер болады. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.